Баршаңызға сәлем көрермендер. Бүгін сіздермен бірге желіде хит болып жатқан мына салатты жасап көрдім. Бұл салатқа ешқандай да қызанақ қосылмайды, яғни кетчуппен жасалады екен. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады. Ең әуелі қиярларды осылай екі басын алып суға салып қойдым. 15 минут немесе жарты сағатқа қалдырып қойсаңыздар болады. Енді осы огурцыларды алып, тура видеодағыдай қиярды екі бөлікке бөлеміз, және де сол бөліктерді әрқайсысын 4 бөлікке бөлесіздер, сонда ұзынша тәріздес болып шығады, қараңыздар. Барлық қиярларды дәл осылай видеодағыдай етіп кесіп турап аласыздар. Толық құрамын мен төменге описанияға жазып қалдырып кеттім. Және де қазанымызға қайнап тұрған су құясыздар. Астында су тұр бізде, оның үстінен кетчуп құямыз, яғни кетчуптың именно чили деген түрін алыңыздар. Оның үстінен сұйық майды құямыз, сосын қант саламыз. Қантты салып болғаннан кейін барлығын тез-тез жақсылап араластырып алыңыздар. Араластырып болғаннан кейін 9% уксус саламыз. Менде яблочный уксус 9%, оны да саласыздар. Және де оның үстінен жаңағы бөлшектерге бөлінген қиярларды салып шығамыз. Өте тез дайын болады, маған сонысымен өте қатты ұнады, дәмі де өте керемет. Сосын жақсылап араластырып, бетін жауып қойыңыздар. Дәміне қарай тұзын салдық, мен 2 ас қасықтай салдым. Онда тағы жақсылап араластырып, енді бетін жауып, қайнатуға қалдырамыз. Қайнап шыққаннан кейін барып, минутын есептейтін боламыз. Осы уақытта жақсылап араластырып, қақпағын жауып шығамыз. Қайнап шыққаннан кейін, міне менде қайнап шықты. Дәл осы сәтте үлкен қара бұрыш және де сарымсақты үккіштен өткізіп саласыздар, яғни чеснокты үккіштен өткізіп салып, араластырып, қайнап шыққан сәттен бастап 10 минут қайнатасыздар. Минутқа қарап отырыңыздар. Өйткені огурцилар езіліп кетуі мүмкін, қытырлақ болу үшін нақты 10 минутта қайнау керек. Дәл осындай қайнап шыққан сәттен бастап менде 10 минут қайнады. Егер сіздер көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, осы төмендегі описанияны 2 еселендіріп, 3 еселендіріп жасай берсеңіздер болады. Енді 10 минуттан кейін банкамызге құйып, закрывашкамен жауып аласыздар. Менде осы 3 келі қиярдан 4 литр банк шықты, яғни сіздер сонымен шамаластырып, өзіңіз өлшеп жасай берсеңіздер болады. Бізге өте қатты ұнады, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, көптеу қылып жасайсыздар. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналымда көптеген банкілердің рецептісі бар, сол себепті каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.